Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Әлемдік салқын сусын өндіру индустриясы жылына 470 миллиард дана пластик бөтелке өндіреді. Олар тек бір рет қолданылады, ал содан соң қоқысқа тасталады. Пластик бөтелке және қақпағы бүкіл мұхиттағы қоқыстың 1/4-ін құрайды. Жылына 470 миллиард дана пластик бөтелке өндірілсе, соның 25%-ін бір компания өндіреді – Coca-Cola. Coca-Cola'ның $1 табысын құрайтын пластик мөлшері PepsiCo компаниясының $1 табысындағы пластик мөлшерінен 3 есе көп. 1990 жылдан бері Coca-Cola көптеген уәде беріп келуде, яғни өзі өндірген пластик бөтелкелерді өзі жинап, қайта өндіреміз деп уәде берумен келеді. Бұл уәдеге сенуге болатын еді, себебі компанияның ресурстары да, мамандары да жеткілікті еді. Coca-Cola және оның әлемдік экономикаға жасаған қастандығы. Осыдан 70 жыл бұрын жолдың жиегінен немесе жағажайдан пластик бөтелке кездестіру қиын еді. 1950 жылдары Coca-Cola шыны бөтелкелерде сатылды. Компания оларды жинады, жуды және қайта кола құйып сатты. Coca-Cola'ны сатып алу қаншалықты оңай болса, коланың босаған шынысын тапсыру да сондай оңай еді. Әрбір коланың бос шынысы үшін 2 цент төленді. Ол кезде ол ақшаға сағыз сатып алуға болатын еді. Неге Coca-Cola бір рет қолданылатын пластик бөтелкеге ауысты деп ойлайсыз? Әрине, қарапайым экономика, шыны ыдысты жинау, оны тазалау, қайта құюдан бір реттік пластик бөтелке өндіру қаржылық жағынан әлдеқайда тиімді еді. Coca-Cola компаниясы 200-ден аса брендті сусын өндіреді. Олардың ең ірілері Fanta және Sprite. Coca-Cola жылына 3 миллион тонна пластик бөтелке өндіреді, яғни 1 минутта 200 мың бөтелке. Осы өндірілген бөтелкелердің жартысына жуығы өртеледі. Coca-Cola компаниясын білмейтін адам жоқ. Бұл компания бренді әлем бойынша 6,5 миллиард адамға таныс, яғни 200 мемлекеттің 95% халқына Coca-Cola бренді таныс. Және бұл алпауыт компанияларда 100 мыңнан аса адам жұмыс жасайды. Coca-Cola бұл өндіріс, ал өндіріс экономикаға оң әсер етеді. Coca-Cola компаниясындағы бір жұмыс орнына оған қызмет көрсететін компаниялардағы 6 жұмыс орны сәйкес келеді. Сонда Coca-Cola 700 мың адамға жұмыс беріп отыр ғой. Ол қалай әлемдік экономикаға қастандық жасауы мүмкін деп ойларсыз? Coca-Cola'ның елдер экономикасына оң әсері зор. Мысалға, Ресей Федерациясы Украинадағы агрессиялық соғыс бастағанға дейін Ресейде Coca-Cola'ның 10 зауыты жұмыс істеп тұрды. Кейіннен санкция салдарынан Coca-Cola жұмысын тоқтатқанда Ресей Федерациясы 1 жылдық жалпы ішкі өнімінің 0,3%-нан айырылды. Ал бұл үлкен сумма. Сонда Coca-Cola'ның жекелеген елдер үшін экономикалық пайдасы үлкен болып тұр ғой. Олай деуге асықпаңыз. Енді біз Coca-Cola'ның әлем экономикасына кері әсері жайлы айталық. Бірінші, Coca-Cola'ның құрамы. Колада бір шынаяғында 10 шай қасық мөлшерінде сәйкес келетін қант немесе қанттың орнын алмастырғыш қоспалар болады. Және кола адамның энергиялық күш қуатының тез сарқылуына, семіздікке шалдығуына алып келеді. Экономикалық тұрғыдан бұл әрине елге үлкен зиян тигізеді. Мамандардың зерттеуінше Америка құрама штаттары семіздікті жеңе алғанда, штаттар экономикасы қазіргіден әлде қайда қуатты болар еді. Дамушы елдердің медицинаға бөліп жатқан қаражаты Coca-Cola компаниясының табысынан аз екенін ескерсек, бұл стратегияның қауіпті екенін аңғару қиын емес. Екінші, Coca-Cola'ның пластик бөтелкесі. Пластик бөтелкенің баратын 3 жолы бар. Бірінші, қоқысқа тасталады. Ал бұл ел экономикасына айтарлықтай зиян келтіріледі. Елімізде 25 мың заңсыз қоқыс полигоны тіркелген. Қоқыстың басым бөлігі пластик бөтелкелер, олар шірмейді. Осы заңсыз қоқыс полигондарында миллиондаған адам зиян шегуде. Ал бұл полигондарды тазалауға ел бюджетінен миллиардтаған қаржы бөлінеді. Пластик бөтелкенің баратын екінші жолы ол қайта өңдеу. Coca-Cola'ның Қазақстанда бірде-бір пластикті қайта өңдеу зауыты жоқ. Шынында пластикті қайта өңдеуден гөрі мұнай қалдығынан жаңа пластик бөтелке жасау тиімді. Сондықтан Coca-Cola компаниясы бұндай әрекетке бармайды. Пластикті өңдеу ел үкіметінің мойнына жүк болады. Қайта өңдеу саласына экология министрлігі миллиардтаған қаржы құюда. Пластик бөтелкенің баратын үшінші жолы өртеу. Пластик бөтелкені өртегенде шығатын газ аяқ киім қалдығын өртегенде шығатын газдан бірнеше есе зиянды. Ал бұл газдар озон қабатында жетпей көмір қышқыл қабатын түзеді. Ол күн жылуын көп өткізеді. Яғни біз өзімізге жылыжай тұрғызып жатырмыз. Ғалымдар бұған жылыжай эффектісі деп ат берді. Ал ол жаһандық жылынуға алып келеді.
Coca-Colaдан өз денсаулығыңыз үшін әрі әлем экологиясы менен Қазақстан экономикасы үшін бас тартуға кеңес береміз. Қарапайым экономика арнасының басқа да қызықты видеоларын көріңіз.